Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Мен кез келген ауруға шөп дәрі сатам. Нақты ішем, емделем деген адамдар менен шөп дәрі алып ішіп жатыр, емделіп жатыр. Қазақ айтады ғой, малымның жанының садақасы дейді. Көп адамдарда ақша бар. Үйдің ремонтына болса табылады, шығарады. Той болса шығарады. Машина алатын болса шығарады. Үй алатын болса шығарады. Бұдан 10 есе шығарады, 100 есе шығарады. Денсаулыққа келген кезде мына бір пачка ақшаны шығара алмайды. Бауырым, сенің денсаулығыңа 300 мың керек болады, 400 мың керек болады, 500 мың керек болады, 150 мың керек болады, 110 мың керек болады десем, көп адамдар қымбат дейді. Бұл денсаулық үшін бұл ақша шықпайды екен ғой көп адамдарға. Денсаулыққа дегенге шығарамайды екен ғой. Құдай тамақ болса, басқа болса табамыз. Өлім болса табамыз. Денсаулыққа келгенде жоқ дейді да. Мен жоқ болса қалай емдеп беремін мен? Мендегі шөп дәрілер өте қымбат тұрады. Сапасы керемет. 18 мемлекет ішіп жатқан дәрі сатып жатырмын. Оригинал дәрі сатып жатырмын. Бұл дәрілердің өз бағасы сондай тұрады. Біраз уақыттан бері мен қақсап жатырмын, айтып жатырмын. Бауырлар, мына шөп дәріні алып ішіңдер. Пайдасы бар. Законы болады деймін. Гарантия бар ма? Ем бола ма, болмай ма? Отсыптар бар ма дейді. Әр адам маған сеніп алып ішіп емделеді. Мен біреудің сөзін біреуге жеткізетін адам емеспін. Мен бір ауыз айтамын. Арғай сен ішесің бе, ішпейсің бе, өзің білесің. Мен Аллаға жалынам, Аллаға басым дием, иілгенге иілем. Сенем деген адамға мен дәрі сатам. Сенбейм деген адамға мен дәрі сатпаймын. Маған сенесің ба, менен дәрі алып іш. Сеніміңді ақтаймын. Әрбір қазақтың сенімін ақтаймын. Бұл ақша деген не ол? Келет кетет бұл ақша деген. Главный денсаулық. Бұл балдан тәтті бұл. Шығарсаң болады, шығармайсың ба, болмайды. Мен ішпеген дәрім қалмады. Бармаған жерім қалмады. Не істейміз енді? Енді қарап отырмаймыз ғой енді бәрібір. Рисковать етеміз, до конца рисковать етеміз. Өмір сүрем десең. Өмір деген тәтті. Бәр менен алмасаң көшеден аласың, басқадан аласың. Мендегідей таза дәрін таппайсың. Мендегі дәріге рисковать етіп алып ішіп көр, сосын маған әңгімейді. Ниеттен сонда жақсы болады. 776 280 85 85. Байса қазағым байсын. Қазағым дені сау болсын.